Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі көретін жаңалықтарыңыз: Юрген Клопп пен Пеп Гвардиола бір-бірін мойындады. Неймар өзінің арманының қандай екенін айтып берді. Осы және басқа да футбол ақпараттары 13-ші сектор арнасында, дәл қазір 13-ші сектор арнасына жазылып, қоңырашаны басып қойыңыздар. Себебі бұл арна сіздерге жиі футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Баварияның жаңа спорттық директоры бар Макс Эберл. Ол кісі жаңа жас жұмыстарды жасағысы келеді және де командаға трансферлік қаражатты жақсы бөлуіміз керек деп санайды. Болды, осы уақытқа дейін эконом жасап келдік. Жақсы ақшаларды жақсы ойыншыларға бөле алмадық. Енді елден қалмауымыз керек, өте жоғары деңгейдегі ойыншыларды алуымыз керек деп санайды екен. Ең бастысы жартылай қорғанысты реттейік депті. Енді Томас Тухель келгелі бері осы позицияны айтып келе жатыр. Негізінде Макс қолға аламыз деген екен бұны. Одан бөлек орталық қорғаушыда керек екенін жеткізіп жатыр. Орталық қорғаушыға адам да тауып қойғанын айтыпты. Ол қандай ойыншы десеңіздер, ол Бенфиканың ойыншысы. Флоптенберг атты инсайдердің айтуынша Антонио Сильва деген Бенфиканың ойыншысы бар. Бұл ойыншыға қызығып жатқан клубтарды айта кетейін. Бавария ала салуы да оңай емес. Бұл ойыншыға Реал Мадрид қызығып жатыр. Манчестер Юнайтед, Челси, Парис Сен-Жермен деген сияқты клубтар кезекте тұр. Осылардың ішінен жұлып алу оңай емес болады Баварияға. Бірақ та Бавария Бенфикаға ұсыныста жіберген екен, 80 миллион евродай бере аламыз деп. Енді екі басшылық келсе алатын болса, Антонио Силва Баварияның ойыншысы атанады. Енді өздерінің орталық қорғаушыларының бірін сатып жіберуі де мүмкін, Упамекананы немесе Де Лихтті. Осындай ақпараттар да бар. Бавария жайлы ақпараттар осы әзірге. Кевин Де Брюйне деген тамаша ойыншы бар Манчестер Ситида. Манчестер Ситида дирижер, маэстро, қандай мықты теңеулер бар, бәрін айтуға болады. Де Брюйне қазіргі жартылай қорғаушылардың ішінде қазір әлемдегі нөмірі бірінші жартылай қорғаушы деп айтсам, ешкімнен қорықпай айтар едім, келіспейтіндер болса жазсын. Де Брюйне деген өте тамаша ойыншы, және де бұл Де Брюйнені Манчестер Ситида қалмауы мүмкін келесі маусымда. Себебі Сауд Арабиясының клубтары Де Брюйнені алғысы келеді, қатты қалап отыр. Манчестер Ситиға қайта ұсыныстар тастап отыр. Енді Манчестер Ситида жақсы ұсыныс болса жібергілері келеді, және де Де Брюйнеге бағасында қойып қойған екен. Ең кемі 100 миллион евро деп. Бұл 100 миллион евро Сауд Арабиясын қорқытпайды. 100 миллион евро деген орта бағада есептейтін шығар Сауд Арабиялықтар. Сондықтан да қиын емес. Келесі маусымда 100 миллион евроға Де Брюйнені Сауд Арабиясына сатып жіберуі мүмкін. Осындай ұсыныстар болып жатыр, осындай ақпараттар болып жатыр, және де жақсы ақша, Сити сұраған ақшаны бере алатын болса, Сити сатуға дайын. Себебі Де Брюйнеде мәңгілік мықты ойнай бермейді. Оның да жасы 32-ге келген екен достар. Кешеден бастап барлық әлеуметтік желілерде, телеграмдарда осы ақпарат жайылып кетті. Ливерпуль клубының бас бапкері Юрген Клопп Пеп Гвардиола ең үздік бапкер деді. Мен мықты бапкермін, жақсы бапкермін, өзімді осал деп санамаймын, бірақ та Пеп Гвардиола ең үздік бапкер. Пеп Гвардиола қашан көрсеңде кубокқа, жеңіске аш болып жүреді. Бірақ та оның алмаған кубогы қалмаған шығар. Қаншама кубоктары бар, қаншама чемпион болды. Бірақ та ешқашан чемпион болмаған сияқты, ешқашан кубок алмаған сияқты жүреді Пеп Гвардиола. Қашан да кубокқа аш. Және де сол мінезі маған ұнайды. Менің Пеп Гвардиолаға қарсы статистикаларым жақсы, өте жақсы. Бірақ та сол жеңістерге, сол статистикаларға мен қалай жеткенімді білмеймін. Өйткені Пеп Гвардиола мен көрген ең мықты бапкер деді Юрген Клопп. Енді Гвардиолада Клоппты бағалайтынын білесіздер. Клопп өзінің шешімін айтқан кезде, мен Ливерпульдан кетемін осы маусымнан кейін деген кезде, Гвардиоланың да берген сұхбаты бар. Клопп кетеді АПЛ-дан. Менің ұйқым тыныш болатын болды деп қуанғанында жеткізген еді. Себебі Пеп Гвардиола да Клопптың мықты бапкер екенін біледі. Ертең айтпақшы, естеріңізге сала кетейік, осы екі бапкер алаңның жиегінде кездесетін болады. Ертең Ливерпуль мен Манчестер Ситидің керемет ойыны бізді күтіп тұр. Екі бапкердің қайсы бұл жолы басым түсер екен?
Неймарды білесіздер, Аль-Хилалға келген кезде ақ өте ауыр жарақат алып қалды. Және де дәрігерлердің берген ақпараттары бойынша, осы маусымның соңына дейін Неймар алаңға шықпайды. Және де кейінгі кезде тағы да бір сұхбат берген екен. Оның арманы қандай десеңіздер, оның арманы Лионель Месси мен Луис Суарестің қасында ойнағысы келеді. Мессиді мен өте қатты жақсы көремін. Месси Интер Майамиде бақытты болса, мен де бақыттымын. Луис Суарес, Месси менің ең жақын достарым, және де мен солардың қасына барып ойнағым келеді. Осы Аль-Хилалмен келісімшартым аяқталған кезде деді. Енді Аль-Хилалмен келісімшарты аяқталмай тұрып барғысы келетін сияқты, мынандай сұхбат бергеніне қарағанда. Қайтадан Месси, Суарес, Неймар Интер Майамиде қосылса қалай болар екен? Сіздердің ойларыңыз негізінде болатын сияқты, себебі Аль-Хилалдың да қазір Неймардан көңілі қалған сияқты. Енді бүгінге осы 13 сектор арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арна ол 13 сектор арнасы.